Хламидиоз жайлы не білеміз? Хламидиоз хламидиялармен шақырылатын инфекциялық ауру. Адамға ауру жұқтыратын хламидиялардың 3 түрі бар. Олар хламидия пситтаки, хламидия пневмония және хламидия трахоматис. Соның ішінде хламидия пситтаки әртүрлі құстардан, жануарлардан және олардың өнімдерінен жұғатын ауру. Хламидия пситтаки мен хламидия пневмония адамдарда өкпені зақымдайды. Біздің бүгінгі тақырыбымыз хламидия трахоматиспен жұқтырылатын урогениталды хламидиоз. Урогениталды хламидиоз әлемде ең кең таралған инфекциялық ауру. Онымен бүкіл жер шары бойынша 1 миллиард адам ауырады. Және жыл сайын 130 миллион адам осы ауруды жұқтырады. Олардың ішінде жыныстық қатынасқа белсенді 18 пен 40 жас аралығындағы адамдар. Бұлай кең таралу себебі бұл ауру ешқандай белгісіз, ешқандай симптомсыз түрде өтеді. Соған байланысты адамдар өзінің ауру екенін білмей, ол ауруды жұқтыра береді. Және хламидиоз жұққаннан кейін 14 күннен 30 күнге дейін ешқандай белгісі байқалмайды. Хламидиоздың негізгі белгілері жыныс органдарынан іріңді түрде бөлінділердің ағуы, кіші дәретке шыққан кезінде ауырсыну сезімі, күйдіру сезімі және дискомфорт, жыныс органдардың қышуы, іштің төменгі жағының тартып ауруы, бел аймағының ауруы, кейде температураның көтерілуі, жалпы әлсіздік болады. Сонымен қатар жыныстық қатынас кезінде ауырсыну сезімі болады. Ал әйел адамдарда жыныстық қатынастан кейінгі кейде қан кетуі, менструальды цикл аралығында қан кетуі, сонымен қатар вульваның ісінуі мен қызаруы болады. Бірақ айтып өткендей, 75-80% жағдайда бұл аурудың ешқандай белгісі байқалмай өтуі мүмкін. Хламидиоздың негізгі жұқтыру себебі ретсіз жыныстық қарым-қатынасқа түсу және өзінің жыныстық партнерінің осы хламидиоз